Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының филиалы Ақтөбе облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты кітапханасында білім беру ұйымының ақпараттық білім беру кеңістігін қалыптастырудағы кітапхананың рөлі атты арнаулы курс аясында заманауи кітапхана және ақпараттық кеңістік тақырыбында семинар болып өтті. Кітапхана меңгерушісі Ермекова Нұргүл Нұрдәулетқызы интернет желісіндегі Твик білім, білім ленд, ай-тест, ай-мектеп виртуалды кешендерімен заманауи және интерактивті үлгіде еліміз туралы жан-жақты ақпарат беретін Қазақстан ұлы дала елі қосымшасымен таныстырды. Семинар нысаны Қазақстан Республикасының электрондық кітапханасы, Кітап.кз, әдебиет, тарих порталдарының мүмкіндіктерімен таныстыру мақсатында кітапхананың ақпараттық функциясы білім және заманауи тәжірибе тақырыбындағы оқыту тренингін өткізумен жалғасты. Кітапхана қызметкері Назарбаева Ырысбике Құсайынқызы семинарға қатысушы кітапханашылар арасында оқушылардың кітап оқуға деген қызығушылығын арттыруға бейімделген көрме ұйымдастырудан шебер класс өткізді. Семинар соңында кітапхана қызметкерлері оқушылардың ақпараттық мәдениетін қалыптастыруға ықпал етуде мұғалімдерді бірлесе отырып жұмыс жасауға шақырды.